Бұл булығып жылаудан шер көкіректік, әке-шешенің аялы алақанын аңсау, сондай бақыттан құр қалғанға өмірінің өксікпен өтіп жатқанына өкіну сияқты бір сыр аңғарылғандай еді. Әй тағдыр-ай, сәл қаталдау болған екенсің ғой бұл қызға. Құдай тағала артын жақсы ете көр, әрбір пендеңді өзің есіркей көр, дедім ішімнен. Қызды қинап қосу дұрыс емес қой, оның орнына өзіңізді қойып көріңізші. Ағам 41-ге енді толды, несі бар? Осы үйдегі ағаң менен 14 жас үлкен. Еркек кәрілік етуші ме еді? Жап жақсы жер, жағдайың болады десем түсінбейді. Еркегіміз 14 жас үлкен болса да, 7 ұл қыз туып отырмыз ғой, шүкір. Дегенмен де өз қатарын ең болмаса соған шамалас біреуді жақсы көріп, ұнатуына құқығы бар ғой, жеңеше. Өзінің жағдайы мәз болмай жүргенде сіздің бұл зорлығыңыз артық қой. Айналайын қайным-ау, қу көзінің кемтарлығы ғой, әйтпесе ең басында мін жоқ қой сорын құрғырдың, деп жаңа ғана қаһарын төгіп қызды сабаған әйел көзіне жас алып мүсіркеп отыр. Негізі әйел затының табиғатын түсіну қиынау деймін іштей, қою шайды ұрттай отырып. Сәлден соң аға шопан Шәкен келіп, отарды санап, актісін жазып түгелдеп қабылдап алдық. Екінші отарды да сөйттік. Жеңгей жүгіріп жүріп, жеңілдеу тамақ істеп қойыпты. Тамақ кезінде қыз түрегеліп қызмет етіп жүрді. Көзіне қара жіңішке, енсіз көзілдірік киіп алыпты. Кемтарлығы мүлде байқалмайды. Аққұбар реңіне қара көзілдірік әдемі жарасып тұрды. Қыздың бетінің көгергенін байқап қалған ағасы әйеліне ала көзімен қарап, басқаларға байқатпай жұдырығын түйіп қойды. Мен қалт жібермей байқап отырмын. Тамақ ішіп болып тарадық. Соңына таман үйден шығып бара жатқан мені шопан кісі жеңімнен тартты. Сәл кідірші, деді жай сөйлеп. Мен басымды изеп мақұлдадым да, мотоциклін оталдырып тұрған зоотехникке жүре беріңіз деп белгі бердім. Үйге қайта кіріп төрге отырдым. Дастархан басында шопан кісі, мен, әйелі және Гүлжамал төртеуміз ғанамыз. Данияр қарағым, деді шопан кісі. Әкеңді жақсы білетін едім, талай жақсылығын көріп едік. Сол кісінің баласысың ғой, бізге бір билік айта кет. Дуалы ауыз әруақты кісіден туғансың. Мына жеңгең екеуміз неше күннен бері ырың-жырыңбыз. Мына Гүлжамал інімнің қызы еді, содан қалған екі тұяқтың біреуі. Мен сөзін бөліп жібердім. Шәкен аға, мен түсіндім. Рахмет, жаста болса бізге бір тоқтамайды деп отырсыз ғой. Бұл Гүлжамалдың жағдайының шет жағасын естідім, деп сәл кідірдім. Қыз маған не айтар екен деп қара көзілдірігін қадап отыр. Әзір көзілдірігін алса, мейірім шапағат нұрын көрер едім деп топшыладым ішімнен. Иә, деді Шәкен аға. Менің айтарым, қыз әлі жас, 20-дан асып ес тоқтатқасын ойлана келе бір шешімге келер өзі. Сол кезде ыңғайы келер жер болса көре жатарсыздар. Меніңше әзір жылатпаған мақұл-ау. Біздің әкеміз қыздың наласы жаман болады, қыздарды ренжітпеу керек деуші еді ылғи, деп жеңгейге қарап едім, сасқалақтап шошып кеткендей қипақтап қалды. Бәрекелді шырағым, дұрыс шешім айттың, рахмет саған, деп Шәкен аға риза болып қалды. Ойбу, айналайын-ақ, қателескен болсам Құдай кешірсін мені. Жаманшылыққа итермелегім келмейді ғой менің де, деп шыжбыңдады жеңгей. Дегенмен сөзінің артында бір қалтарыс бар екенін байқағандай едім. Қыздың маған шексіз риза екені бет-әлпетінен-ақ білініп тұр еді. Көзілдірігінің астынан бір-екі тамшы жас үзіліп түсті. Сол жас тамшылары тура менің жүрегіме түскендей әсер етті. Бойымды бір сиқырлы сезім билегендей денем түршігіп, діріл пайда болды. Шәкен аға, дедім сәлден соң есімді жинап. Мені үлкен тәуіптің баласы деп те айттыңыз ғой әңгімені.
Гүлжамал қарсы болмаса, көзіндегі шелдің шамасын байқасам деп ем. Көзілдірігіңді ала ғой көрсін. Шіркін, қандай кісінің баласы бұл Данияр. О, қызым, өте білгір адам еді ғой әкесі. Дүниеден өтіп кетті ғой ол жарықтық. Деп Шәкен аға терең күрсінді. Гүлжамал менің қасыма жақын отырды да көзілдірігін жайлап ала бастады. Әуелі сау көз жағын ашты. Шіркін, неткен көз мынау, қап-қара тұңғиық, қандай мейірімділік. Мені құтқара көр дегендей, жалыныштың да жалыны сезілгендей еді сол тұңғиықтан. Екінші көзіне көзім түскенде, әттең дегендей өкініш ішімді тырнап өтті. Көздің қарашығына жете артқы жағын түгелдей ақ басып, шорланып, бетін жұқа қабыршақ сияқты шел қабаты басыпты. Иә, қиын екен деуге аузым бармады. Олай десем қыздың қыршын өмірін қиып жіберетіндей сезіндім. Үшеуі де не айтар екен дегендей менің аузыма қарап қалыпты. Осы көзім көре ме? Дедім Гүлжамалға тіке қарап. Анық емес, тұманданып көреді. Көресің ғой әйтеуір. Иә, сол қолыммен иегінің астынан ұстап, оң қолымның сұқ саусағымен қабағының үстінен жайлап басып көрдім, ауырсынбады. Осы сәтте бойымды бір электр тоғы ұрып өткендей дір еткізді. Гүлжамалдың сау көзіне көзім түсті. Ол менен тек жақсы сөз айтса екен дегендей, мені жан тәніммен жақсы көретіндей бір ерекше нұрлы да жалынышты сезіммен қарап тұр еді.